Сәлем. Бүгін біздің фактмаг арнасында жаңа рубрика. Бұл блог сүру. Қысқаша айтқанда, блогты осындай форматта сүре беретін боламыз. Бүгін бізде Нигериядан келген атым Биздо. Ол бізге Agwaza wisdom. Agwaza, it's okay. How do you say my name? My name is Winston демеген шүкір. How do you say my name? Лаки. No, how do you say my name is in Kazakh? My name is in Kazakh. Қазақша аты ма? Менің есімім қазақша. Бақ берген дешеш. Менің есімім қазақша. No, my name is like my name is Wisdom. Менің атым Wisdom. Yeah. Wisdom. What is this called? How do you call it? Autobankan. How do you play? How do you play? Жек қоймасын деді оны. Қазақстан маңында. Біз қазір блог жалғастырудамыз. Біз қазір мөлдір бұлақтамыз. Ауылымыздың осы мөлдір бұлағын көрсетіп, суын ішкізіп, енді қазіргі кезде біз садақ атудамыз, яғни қазақтың ұлттық ойынын көрсетіп дәріптеудеміз. Міне, еркек. Ох, әдемі. Бұл Еуропалық ату, бұл дейтін тек бір орында тұрып атқанда атылады. Ал нелігі ату ұлттық деген оны. Қазақы ату ол бір оқпен, бір саусақпен оқ ұстап тұрасың. Яғни ол атта шапқан кезде мына оқ қимылдап кетпеу үшін керек. There are two types of shooting. Like this Kazakh. One is European. Oh yeah, this is European. This is Kazakh. traditional Kazakh. Like this is Kazakh. Yeah, Kazakh. Не бойся, не бойся. Менде қорқам ай просто. Алай қорқам. Kazakh people like horses so much. Yeah, why? They do like horses. Yeah. Like Two. They like to ride. Yeah. Like yeah. Живды назад я потом Дәулет ағаң кетіп тұр қазір ауызда шаруақта. Кіралмай. Қазір қалай кіретініміз айтып. Берейміз кіріп қалды. Hello. Hello people. Көре жатамыз, қызығырақ па тұрсын. Кеттік па? Өтірекем ай қойды. Қазақ ішілігін өздермей қойды. Қалыңыз, біз өзіміздің блогымызды жалғастырудамыз. Біз жаңа ғана енді мешіттен тамақ ішіп келдік. Өзіміздің туристімізді мешітке алып бардық. Мешіт ұнады ма? Did you like the mosque? Oh, it's beautiful. The people are very friendly and the people are very nice. Және де енді қазіргі кезде біз кофеханада отырық. Енді өзіміздің тілмен айтқанда кофехана. Енді қазір біз кофе ішіп, сосын енді таңертең шығарып çalамыз, иә? Ауыл қалай ұнап жатыр ма? Did you like the village? Oh, the village is very good. I wish I could leave Active and live here because it's very peaceful and very quiet. Ауыл ұнады дейді.
тұрғым келеді, қалаға қарағанда осы тыныштырақ. Иә. Адамдар қалай екен? All the people very nice, very good, and very welcoming people, and positive people. Өте жақсы, бәрі жақсы коммуникация, позитивті адамдар. Капучино қайсысы? Шоколад маған. Шоколад. Шоколад. Капучино қайсысы? Мынау болу керек. Дауыс ма қарасы? Біздің қонақпен осы ойда ғана қымыз ішіп жатырмыз. Енді қазір ол осы кофеханаға реклама жасайын деп жатыр. Ағылшын тілінде. Video айтады, блогерлер. Ағылшындар үшін реклама. Қалап? Қалап емес қой бірақ бұл. Ей, қымыз ішіп көшеде. Ұсталып оттай ғай. Давай, ондай деп отқа ба. Жұмыстан айырылып аттаңыздар алы. Екеуміз. Енді видеомыздың соңына да жетіп қалдық. Осы кезге шейін біз өзіміздің туристімізге, қонағымызға осы ауылдың тарихын айтып бердік, ауылды таныстырдық, ауылдың керемет көрсеттік, қазақтың әртүрлі ұлттық салт дәстүрлерін, ойын түрлерін, аспаптарына таныстырдық, іштік, жедік. Ендігі кезде осы ең соңғы ауыл жайлы мнениесін сұрап, сонымен осы видеомызды аяқтайық. Ауыл жайлы ойын. What do you think about the village? You had a lot of fun. You saw these traditional games, archery, and so on. What's your summary about this town? It's really very interesting. I wish it can happen every day. It was really interesting. I had a lot of fun, and even though I was having a bad day, but they really made the day really very good for me. So I believe it's destiny that brought me to this town. So I thank God. Жалпы күн жаман басталғанмен бұл кісі үшін ар жағы жақсы болып аяқталды, және бұл күн қайтадан қайталанса деп ойлаймын дейді. Сосын бұл жаққа әкелген мені тағдыр дейді. Яғни жақсы уақыт өткізгенін айтып отыр. Иә, енді осымен осы мнениесі өте керемет екен. Бізде сіз жайлы өте керемет ойлар қалып қойды. Көресіңіз. Бізде қуаныштымыз кездескеніңізге. We also think about you good. We are happy to see you here in Байғанин. Yeah, that's our Go Байғанин. Go Байғанин. Енді осымен біздің блогымыз аяқталды. Енді қазір оны ұйықтауға жібереміз. Сонымен таңертең өзінің ақтөбесіне кетеді. Осымен сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыз. Сау болыңыз. Go Байғанин. Go Байғанин.